Саламатсыздар, Ұлытау облыстық кітапханасының оқырмандары. Мен есімім Қасиет. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы деп жатырмыз, көтеріліс дейміз. Қазіргі кезде әртүрлі не беріп жатыр, сипат беріп жатыр. Сол 1986 жылы 16 желтоқсанда қазақ жастарының бой көтерген, өз армандарын айтқан үлкен, менің ойымша ол көтеріліс, сол көтеріліске Жезқазған қаласынан, Жезқазғанның жастарымен бірге қатысқан азаматшалардың бірімін. Ол кез әр қазақ жастар үшін, желтоқсан оқиғасына қатысқан қазақ жастар үшін, жазаланған қазақ жастар үшін, жалпы мен қазақпын деген жастардың жүрегінде үлкен өкпе, үлкен жара қалдырған жыл. Бұл сол кездегі желтоқсан оқиғасындағы алаңда болған көрініс қазіргі кезде деректі фильмдерде көрсетіліп жатыр. Оның ішінде егер Жезқазған қаласында болған желтоқсан оқиғасына келіп ойланатын болсақ, нақты Алашахан көшесінің бойы, қазір бұл ол кезде Ленин, проспект Ленина дейді. Сол жерде Жезқазған педагогикалық, Анарқұлов көшесіндегі Жезқазған педагогикалық институтының қасына жиналған бір топ жастар, өздеріңіз білетін шығар, ата-аналарыңыз білетін шығар. Қазір жастардың ол кезде Жезқазған педагогтық институты деген болатынды, Жезқазған политехникалық институты дейтін болатынды, сосын құрылыс техникумы, медициналық колледж. Негізі Жезқазған қаласында екі үлкен оқу орны, жаңа Жезқазған педагогтық институты мен Жезқазған политехникалық институты болатынды. Содан кейінгі деректерге, мысалы 91-92 жылғы деректерде 300 ғана студент қатысты деген сияқты әңгімелер тарап жатыр. Олай емес, 1000-ға тарта студенттер болды. Жалпы қазіргі кезде сол уақыттың, сол кезең, сол сәттің сипаттайтын болсақ, бұл бір жастардың бойындағы, қазіргі жастардың бойында табыла қоймайтын бір ерекшелік болатынды. Ол біз бір жүйеге, бір идеологиямен өскен жастар болды. Ал енді алаңға шыққан кезде қазақ жастары ерекше бір сипатта болды. Өйткені бәріміздің арманымыз еркіндік болды. Жаңағы 16-сы күні кешкі сағат 4-тің кезінде болу керек. Әлі есімде, Москвадан Верховный КПСС дейді, сол жақтан Соломенцев деген кісі ұшып келіп Алматыға бас аяғы 20 минуттың ішінде Дінмұхаммед Қонаевты орнынан алып, орнына Колбин деген азаматты сайлады. Сол күні сағат 4-те сайлады ма, одан соң бұл енді ел аузында тарады, мысалы ақпараттық жүйелер берді, ақпаратты, сондықтан болар. Сол күні біздің жастар, Алматы қаласындағы жастар қозғала бастады. Енді 16-17 күні кәдімгідей таңғы сағат, түні жастардың толқуы, 17 күні үлкен бой алды. Мен Жезқазғандық азаматша ретінде, Ұлытау жерінің тумасы ретінде, қазіргі кезде Жезқазғандық азаматтардың, жалпы Жезқазғанның оқу орнында сол кезде дәріс алып жүрген менің құрбы құрдастарымның, замандастарымның сол Алматыда бастама алған көтеріліске қатысып, бүгінгі күні тәуелсіздікке ықпал еткеніне өте риза болам. Мен мысалы мақтанышпен айта аламын. Жастардың алаңға шығуы бұл кенеттен болған жағдай емес. Бұл жастар алаңға шыққанда олар білді қайда бара жатқанын, не мақсатта бара жатқанын. Сондықтан ол кезде жаңағы наркомандар, неше түрлі сөздер газеттерде басылып жатты. Оның бәрі өтірік. Ол кезде жастар, кәдімгі жалындаған жастар өздері елдің,
елінің еркіндігі, тілінің сақталуы, жалпы қазақтың қазақ болып қалуын талап еткен жастар болды. Ресми деректерге қазіргі кезде сүйенетін болсақ, айырмашылық өте көп. Мысалы, қатысқан сол кезде шыққан балалардың санының өзінде айырмашылық бар. Өйткені неге десеңіздер, мүмкін енді сол кездегі жаңағы үлкен органдарда жұмыс істеп отырған кісілердің өз қаласында болған, мысалы Жезқазған туралы айтатын болсақ, өз қаласында болған желтоқсан көтерілісінде аз қылып көрсету себебі өздерінің де ертеңгі күндерін ойлады деп ойлаймын мен. Өйткені ол кезде жаңағындай выговор деп жатады, жазалау, жаңағы сондай бір жағдайға мүмкіндік берген үшін жазалау болып жатады, болады деген ойда ол кісілер жаңағы халықтың, жастардың санын аз қылып көрсетті. Сосын жаңағы біз соңғы кездерде осы орта буында болған жандардың біз ұйымдастырып едік деген сияқты әңгімелері көбейді. Оның бәрі шындыққа жанаспайды. Жаңа айтып кеттім, желтоқсан оқиғасы менің өмірімді 360 градусқа өзгертті деп. Мен одан кейін жалпы сенім деген нәрсені жоғалтқандай болдым. Мақсаттым күл-талқаны шықты, арманымның күл-талқаны шықты. Мен Жәйрем қаласында құрылысшы болып 1988 жылға дейін 2 жылдай уақытта құрылысшы, сылақшы болып жұмыс жасадым. Ауыр қиналған сәттерім өте көп болды. Бірақ бұл желтоқсан оқиғасы менің өмірімде бір үлкен орын алатын дүние болды. Біріншіден, екіншіден, бұл менің жүрегімде жарасы жазылмайтын бір үлкен бір мұң десем де бола ма, сондай қалдырды жүрегімде. Одан кейінгі менің өмірім 91 жылы мен қайта келіп Жезқазған педагогтық институтына келіп қайта түстім. Сол жерде оқыдым. 91 жылы осы жерде жастардың еске алу шеруін ұйымдастырдым. Содан сол кезде де мен бір жастардың бойында сол қайрат, 86 жылғы сол жігерлер бар ма деген бір ой болды. Ол кезде мен жастардан ондай көріністі таптым. Ал желтоқсан оқиғасы менің өмірімде 86-ның желтоқсанына дейінгі, кейінгі болып өмірімде екке бөлді.